Түркістан облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментіне 157 шағым келіп түскен. Мамандардың айтуынша қызмет көрсету барысында орын алатын заң бұзушылықтардың басым бөлігі жер қатынастары мен әлеуметтік салаға қатысты болған. Мәселен, қала тұрғын үй кезегіне негізсіз себептермен тұра алмауына байланысты департаментке шағымданған. Арыз негізінде жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, жауаптыларға тәртіптік жаза қолданылды. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментіне Жетісай ауданының тұрғын үй кезегінен негізсіз бас тартуларға келіспей арызданған болатын. Бұл ретте департамент қызметкерлері тарапынан жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, бірқатар мән-жайлар анықталды. Атап айтқанда, азаматшаның тұрғын үйі санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сай келмесе де, бұдан бөлек азаматша күміс алқа иегер болса да, белгілі бөлім тарапынан қызмет көрсетуден негізсіз бас тартып отырылған. Тексеру барысында аталған азаматшаның құқығы қалпына келтіріліп, тұрғын үй кезегіне қойылды.